Амансыздар ма? Бұл жаса менің елім хабары. Елбасымыздың 100 нақты қадамы, отандық қана емес, әлемдік сарапшылардың аузына іліккен саяси-экономикалық маңызы бар ауқымды жобалардың бір ретінде саналып отыр. Кез келген елдің өз жоспары болады. Егер жоспар сәтті болса, халықтың әл-ауқаты жақсарады. Ал сәтсіз шықса, ел арасында алауыздық тудырады. Сондықтан алға қарай дамуға ұмтылған мемлекеттің жоспары да жүйелі болады. Елбасымыздың бағдарламасы жаһандық және ішкі сын қатерлерге жауап беретін басты жоба болып табылады. Енді Қазақстан жаңа тарихи беттерін парақтамақ. Өйткені ол әлем елдері арасындағы 30 дамыған елдің қатарына шығаратын бағыт-бағдары айқын жоба. Мақсаты аурудың сыртқы белгісін сылап-сипап қою емес, оларды жүйелі емдеу болып табылатын қоғам мен мемлекетті түбегейлі қайта өзгертуге негіз қалайды деп президенттің өз айтқан жолды таңдау. Әлемде мемлекеттік қызметтің екі реформасы бар. Бірі Германия, Жапония секілді елдер өз тәжірибесіне енгізіп, бүгінде осы жолды таңдаған. Мұндағы ерекшелік қызметке жаңа келген адам өз жолын ең төменгі сатыдан бастайды. Ондай қызметкерлердің лауазымын өсіру немесе басқа лауазымға ауыстыру тек біртіндеп сатылы жүйе бойынша іске асады. Сондықтан жоғары лауазымдарға сырттан келгендер ие бола алмайды. Ал екіншісі позициялық қадам деп аталады. Бұл Ұлыбритания, Канада, Жаңа Зеландия, ақш секілді елдердің таңдаған жолы. Онда мемлекеттік қызметтің төменгі, ортаңғы және жоғары лауазымдарға тек ашық конкурс негізінде қызметшілер қабылданады. Тарихта мұны англо-саксондық жүйе деп атайды. Ал Қазақстанға келсек, бұған дейін елімізде мемлекеттік қызметті дамытудың реформалары тынбастан даму үстінде болды. Нәтижесінде қазақстандық модельді Орта Азия елдері мойындай бастады. Үкімет тарапынан саяси шешімді қабылдап атқан, жергілікті жерде сол саяси шешімдерді орындау үшін көбінесе жұмыстар мемлекеттік қызметшілерге жүктеледі. Қалай мемлекеттік қызметші өзінің жұмысын атқарады, сол саяси шешім орындау деңгейі де соған байланысты. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші реформа сол мемлекеттік қызметке байланысты, және жаңа 100 нақты қадам ішінде 15 қадам сол мемлекеттік қызмет реформаға байланысты болып тұр. Біз бұл жетістікке бір сәтте қол жеткізе алған жоқпыз. Сала жылдар бойы жетілдіріліп, даму үстінде болды. Мемлекеттік қызметшіге деген сенім артқан сайын, онда жаңа реформаларға деген қажеттілік өздігінен туындады. Бізде бүгін облыс бойынша штаттық кестесіне байланысты 5584 штаттық кестесіне мемлекеттік қызметшілер жұмыс атқарып отыр. Енді мынау халықтың саны үлесін анықтайтын болсақ, сонда біздің облыс бойынша бір мемлекеттік қызметші 216 адамға келіп тұр. Осыған тек қана осы бір цифрдан көруге болады, біздің мемлекеттік қызметшіге қандай жауапкершілік артып отыр. Сонда 216 адам ішінен бір азамат мемлекеттік қызметте. Сонда мен ойлаймын, жалпы мемлекеттік қызметшінің алдына қойған мақсаты да, жауапкершілігі де өте жоғары болу керек деп. Қай сала болсын, сол салаға нақты білікті кадрлар керек. Міне оның өзі осы болашақта кадрлардың біліміне қарай жалақы төлеу мәселесі қойылып отыр. Яғни әрбір қызметкер болашақта өзінің еңбегіне қарай, еңбегінің көлеміне қарай айлық алатын болады. Бұл бірінші кезектегі институционалдық реформаның қойып отқан талабы. Бұған қазір ол үшін жас кадрлардың резервін дайындау керек. Кадрлар резерві төменгі буыннан басталып, жоғарғы буынға дейін жету керек. Ол қалай? Баспалдақ түрінде мысалы. Яғни оның біліктілігі, білімділігі, ой өрісі бәрі сарапталу керек. Ол болашақта елімізге қызмет ету үшін дайын кадр болу керек. Сол үшін осы мәселе ауқымды қойылып отыр. 100 нақты қадам ұлт жоспарының 8-ші қадамы. Ауыстырылатын мемлекеттік қызметтерге лауазымдық міндеттерін атқару кезеңінде оларға жекешелендіру құқығынсыз қызметтік пәтерлерді міндетті түрде беру. Бүйірде жаңа қадамда жасалған мынау негізгі ротация негізінде міндетті түрде қызметтік пәтермен қамтамасыз ету сол үлкен мәселе болып тұр. Себебі бүгінгі қайсы регионда алатын болсақ та, бүгінгі күні мынау үй мәселесі өте қиын. Мысал ретінде келтіретін болсақ, мынау өзіміздің облыс көлемінде де. Біздің өзіміз департаменттен
өзі 4 аудандық басқармаларымыз бар. Сол жерде жұмыс істеп жүрген қызметтерде мына пәтерді жалға алуға мәжбүр болып отырады. Себебі үй мәселе шешілмеген. Сондықтан осы шешім тапса үлкен әлеуметтік жағынан мемлекеттік қызметшіге жәрдем болады деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметкер деген кім? Ол жаңағы халықтың адамы, халықтың жағдайын ойлайтын адам. Ол ертеңнен кешке дейін, мысалы сағат 8-ден 8-ге дейін қызметте. Ал пәтері болып, өзінің үйі болып, жағдайы болып жатса, ол адам әрине 100% мемлекеттік қызметті атқара алады. Дәл осы Әділхан Омаров 20 жылға жуық мемлекеттік қызмет саласында келеді. Жастарды, әсіресе жас қызметкерлерді пәтермен қамтамасыз ету, оларды өз ісіне берілген кадрға айналдыратындығына сенімді. Үй жоқтың күйі жоқ деп. Жас мамандар, қайбір маман болсын, бір жерден екінші жерге көшіп жүргеннен кейін, ол қызметте өзінің жұмысында беретін отдача дейміз ғой, сол аз болады. Ал егер басында пәтері бар, жағдайы жасалып жатса, ол қызметті өз деңгейінде, жоғары деңгейде атқарады деп ойлаймын. 9-шы қадам. Мемлекеттік қызметкерлерді тұрақты түрде оқыту жүйесін заңды түрде бекіту, 3 жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыру. Әрбір маман 3 жыл сайын кәсіби шеберлігін арттырып отырса, өзінің үйренері де, үйретері де көп болмақ. Бұл елбасының өмір бойы білім алу принципімен ұштасатыны анық. 10-шы қадам. Мемлекеттік қызметкерлерді мансаптық жоғарылату үшін конкурстық негізге көшу. Б корпусының жоғары лауазымдарына жылжыту, төменгі лауазымдағы мемлекеттік қызметкерлер қатарынан тек қана конкурстық негізде жылжыту есебінен меритократия қағидатын нығайту. Меритократия ұғымы әлемнің көптеген елінде қолданылып жүр. Ол еңбегі сіңгендердің билігі қағидатымен басқарудың жаңа тәсілі. Қоғамды басқарудың бұл түрі мемлекеттік ұйымның басында ең ақылдылар, ең іскерлер қабілетіне, сіңірген еңбегіне қарай іріктелген игі жақсылардың отырғандығын білдіреді. Бұл жолды таңдаған қоғам әркімге еңбегіне қарай қағидатына сүйенеді. Сонымен қатар, меритократия қоғамның негізгі саласының бірі мемлекеттік қызметті кәсібилендірудің негізгі құралы болып табылады. Себебі сіңірген еңбегіне сәйкес іріктелген кадр әлеуеті мемлекеттік органдарда сапалы шешім қабылдай отырып, қоғамның даму процесіне үлес қосады. Мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты кадрлерді іріктеу және жылжыту үшін ашық конкурс жүйесі негізінде жүзеге асырылады. Өйткені конкурстық жүйе ғана азаматтарға сіңірген еңбегіне, біліктілігі мен қабілетіне сай мемлекеттік қызметке түсудің тең құқығын қамтамасыз ете алады. Мемлекеттік қызмет енді қоғамымыздың эталонына айналуы тиіс. Оған шетелдік мамандарды тартуда көзделуде. Өйткені ол ашық әрі бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда басты бір жүйе болып табылады. 11-ші қадам. Шетелдік менеджерлерді, жекеменшік сектордың жекелеген мамандарын, халықаралық ұйымдардың қызметкерлері болып табылатын Қазақстан Республикасы азаматтарын мемлекеттік қызметке жіберу. Оларды тағайындау ерекше талаптар және лауазымдардың жеке кестесі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл қадам мемлекеттік қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйе етеді. Бірінші шетелдің мамандарын тартамыз. Біздер мысалға олар деген жаңағы параметрлері шетелдің жаңағы спортшылар, олар уже үйренген адамдар. А бізде әлі ол барыста әлі мамандар жоқ. Біз әлі үйретуіміз керек оларды. Оларды табуымыз керек. Сондықтан осы қазір аккредитация болып, осы 2018-2019 жылдары жаңағыдай неге өтетін болсақ, біз әрине соларға жүгінеміз. Солар тартамыз бері қарай. Солармен жұмыс істейміз. 12-ші қадам. Жаңа этикалық ережелерді енгізу. Мемлекеттік қызметтің жаңа этикалық кодексін жасау. Этика мәселелері жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымын енгізу. Халыққа мемлекеттік қызмет көрсететіндердің этикасы бірінші кезекке қойылатын талап. Берік Бегалиев 26 жаста. Көзін ашқалы отбасындағы мемлекеттік қызметкер қандай болу керек дегенді түйіп өскен. Өйткені Беріктің атасы осы саланың жілігін шағып,
майын ішкен мемлекеттік қызметкер болған. Отбасындағы тәрбие бар. Ұяда не көрсең, соны ұшқанда соны ілесің деген қазақта нақыл сөз бар. Соны негізге ала отырып, Шу ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөліміне 23 жасымда мемлекеттік қызметке жұмысқа орналастым, бас маман. Жалпы Бегалиевтер әулетінде өзіміз Жарылқасын атам, өзімнің атам, Нұр Отан партиясының алғаш партия ретінде құрылған Отан партиясы кезіндегі Шу аудандық филиалында ол кісі төрағасы болған. Төрағаның бірінші орынбасары болған. Сол кісінің немересі өзіме берген тәлім тәрбиесіне, ақыл өсиетін негізге алып, осы болашақта сол кісінің былайша айтқанда қызметін жалғастырушы өзім боламын деп, соны ол кісі зейнетке шықты, мен былайша айтқанда мемлекеттік қызметке орналастым. Мемлекеттік қызметкер атын арқалап жүру үлкен жауапкершілік. Жан жүрегімен түсінгендер ғана елдің аманатын арқалаған ауыр жолға түсе алады. Кейде күн түн демей жұмыс істейсің. Кейде жеке шаруаңнан гөрі жұмыстың шаруасын бірінші орынға қою керек болады. Әрине таңдау еркі өте оңай емес. Өйткені бәлкім сен үйдегі шаруаң бірақ адамның қажеттілігін қанағаттандыратын шығарсың. Бірақ қызметіңде сен біршама халықтың, дүйім жұрттың қажеттілігін қанағаттандыруға мүмкіндігің бар. Сол себепті уақытпен санаспай, ешбір былайша айтқанда қиындықтарға көз жұма қарап жұмыс істеген кездер болды. Бірақ оған еш өкінбейміз, өйткені сондай қиындықтарды еңсеру нәтижесінде одан да кейінгі былайша айтқанда қызметке орналасқан кезде іс тәжірибеңнің молайғанын сезінесің. Және өзінен кейінгі өсіп келе жатқан өкшеңді басып келе жатқан жастар бар, оқу бітіріп жатқан жұмысқа орналасқан. Сол жастарға былайша айтқанда жұмыстың оңай, тиімді тәсілдерін айтуға мүмкіндігің бар. Өйткені өзің басыңнан сол қиындықтар өткергеннен кейін. 13-ші қадам. Жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, сонымен бірге жаңа заңнамалар әзірлей отырып, мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру. Жемқорлыққа қарсы күрес елбасы саясатының басты бағыттарының бірі. Бұл мәселе ол жоспарының 13-ші қадамында көрініс тапқан. 14-ші қадам. Барлық мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдарының барлық қызметкерлеріне қатысты мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылдау. Ол 99 жылы қабылданған заң, ол көптеген нарықтық экономикаға байланысты кейбір тармақтар мағынасына өзгере бастады. Сондықтан заңда баптары осы болашақ жастарды тәрбиелеуге, болашақ жастардың білімін жетілдіруге лайықты болу керек. Мысалы, кейбір баптарда, мысалы, жастардың кадрлар резерві қарастырылмаған. Ол тек қана конкурстық деңгейде болады. Ал енді практикалық жағдайды осыған ұштастыру керек. Яғни теория мен практика ұштасатын болса, сонда ғана жақсы кадр қалыптасады. 15-ші қадам. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін іс басындағы мемлекеттік қызметкерлерді кешенді аттестациядан өткізу, кәсіби талаптарды күшейту және еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесін енгізу. Проблема өте көп, бірақ осы бағалау ережемен бірге, жалпы осы реформамен бірге мемлекеттік қызметші де өзгеру керек. Мемлекеттік қызметші ол өзінің психологиясын, менталитетін өзгерту керек. Себебі ең соңында оның айлық жалақысы осы өзінің жаңа елбасымыз айтып жатқандай өзінің бір жылға бекітілген жоспарына байланысты оның жалақысы сондай болады. Бұл жұмыстардың ауыр жүгі мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне түсетін болады. Агенттік бірыңғай рекрутингтік орталыққа айналады. Сосын барлық мемлекеттік органдар үшін қызметкерлерді агенттіктің өзі іріктеп беріп отырады. Маған ең болмағанда соңғы 3 жылдың ақпарын әкелс. Тап қазір ме? Шоғыл түрде. Мемлекеттік қызметкер барлық уақытта қажетті кадр. Сондықтан осы ескі фильмнен ақ оларға деген талаптың сол замандақ жоғары болғандығын, сауатты, білікті кадрларға деген сұраныстың артуы заңдылық екендігін көруге болады. Мемлекеттік қызметкер қашанда халық назарында, елдің базынасын тыңдап, талабы мен тілегіне құлақ салатында осы сала қызметкерлері.
Сондықтан бұл шаралардың барлығы да кәсіби кадрларды жасақтаудың алғы шарты болып табылады. Сіздермен бірге болған Жаса менің елім хабары. Алдағы бағдарламаларымызды жіберіп алмаңыздар.